Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің обзорда Риппа компаниясының RS04 деп аталатын мини тиегішіміз. Толығырақ былай айта кетсек, номиналдық салмағы 850 кг, максималдық күші 17 кВт. Ал енді тиегіштің өзіне қарай кетсек, тиегіштің көлемі 150 литр, максималдық көтеру қабілеті 350 кг және максималдық төгу биіктігі 171 сантиметр. Көлігіміздің жан дүниесіне қарайтын болсақ, бұл жақта Жапон компаниясының Kubota аталған 400Z482 қозғалтқышы орнатылған. 2 цилиндр, 4 такт, объемы 500 куб, шамамен 13,5 аттың күш қуаты бар. Расходы деген өте аз, 1-1,5 литр шамамен. Достар, именно осы 2026 жылғы модельдерде қараңыздар, гусеницалардың звездочкалары тереңірек орналасқан. Ол не мағынаны білдіреді? Ол деген бірталай көбінеген жерде біз деген қауіпсіз және зиянсыз жүре алатынымызды белгілейді.